Қазіргі кезде интернет желісінде көптеген препараттарға қатысты пікірлер және де таласулар, пікірталастар өте кең таралған. Сол препараттардың біріне бисопролол жатады. Бисопролол қазіргі кезде конкор, бидоп, нипертен деген секілді тауарлық атаулармен кең таралуда. Және де осы видеомда бисопролол препаратын қалай қолдану керек және де оның қандай көрсеткіштері бар және кейбір сұрақтарға тараптарыңыздан болатын жауап беретін боламын. Бисопрололға қатысты мынадай сұрақтар өте көп кездеседі. Яғни ол бисопролол қандай ауруларға ем, және де оны кешкісін неге қабылдамау керек, импотенцияға әсер етеді ме? Одан бөлек, мысалы, оны тоқтатқаннан кейін тоқтату синдромы қалай дамиды? Сол секілді сұрақтардың жауабын бүгінгі видеомнан ала аласыздар. Мен Дана Асқарқызы, жалпы тәжірибелік дәрігер, Дана Меденсаулыққа каналының авторы боламын және сіздерге медицинаны барынша қарапайым тілмен түсіндіргім келеді. Негізінен бисопролол бұл бета-адреноблокатор тобына жататын препараттардың қатарына жатады. Бета-адреноблокаторлардың қатарында бірнеше көптеген препараттар бар. Солардың бірі осы бисопролол. Бисопролол бұл негізінен нерв жүйесін және де қан тамыр жүйесіндегі тамырларды және де одан бөлек басқа да жүйелерді, рецепторлардың барлығының қызметін бәсеңдететін препарат болып табылады. Және де ол көптеген системалардың, жүйелердің қызметіне тікелей әсер етеді. Бірақ бүгінгі видеомда мен бұл бисопрололдың жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етуін және де ол қандай зиянды көріністер, жанама әсерлер және қандай қарама-қарсы көрсеткіштер барын көрсетіп айтып беретін боламын. Негізінен бисопролол пульсті, одан бөлек қан қысымын төмендететін препараттардың біріне жатады. Ол сондай-ақ көбінесе қан қысымы жоғары адамдарға тағайындалады. Одан бөлек жүрек жеткіліксіздігі, стенокардия, инфаркттан кейінгі жағдайларда осы бисопролол препараты көп қолданылып жатады. Бисопролол препараты дұрыс тағайындалды ма және де оны біз дұрыс қолданып жүрміз бе деген сұраққа қарайтын болсақ, бұны сіз ең алдымен өз дәрігеріңізбен ақылдасу керексіз, әсіресе кардиолог дәрігерлермен. Және де одан бөлек, егер де тағы да сұрақтарыңыз болса, маған жекеме жазыңыздар, немесе осы видеоны соңына дейін көру барысында бұл препараттың ерекшеліктері және де қандай кезде қолданылу керек, сол жайында біршама сіздерге түсінікті болады деген сенемін. Біріншіден, сіз бұл препаратты тағайындар алдында немесе сізге врачыңыз, дәрігеріңіз бұл препарат тағайындаса, ең біріншіден өзіңіздің дәрігеріңізден бұл препарат жайында толық ақпарат сұрап алыңыз. Бұл препаратты не үшін маған тағайындап жатырсыз, неге бұл менің ауруыма ем деп ойлайсыз деген секілді сұрақтармен дәрігеріңізден көмек сұраңыз. Яғни толық ақпарат сұраңыз. Өйткені бұл препарат өте көп жанама әсері бар. Одан бөлек белгілі бір организмде клиникалық көріністері бар. Одан бөлек қосымша жүрек қан тамыр жүйесінен басқа қосымша аурулары бар адамдар үшін қауіпті деп айтсам болады. Қазір мен қандай қарсы көрсеткіштері бар, сол жайында тоқталатын боламын. Бұл қан қысымы жоғары адамдарда бірінші линиядағы препарат болып саналмайды. Мысалы, сартандар деген топтағы препараттар, оларды біз мысалы атеросклероз немесе жаңағыдай көбінесе инсульттің алдын алу барысында тағайындайтын болсақ, бұл мысалы давление кезінде болсын, ал бисопрололды ондай жағдайда мысалы бірінші топтағы препараттар деп тағайындай алмаймыз. Өйткені оның басқа да жаңағыдай организмдегі жалпы жүйелік әсер ететін болғандықтан басқа да жүйелерге, организмдерімізге, органдарға жаман әсер ететін болады. Сол себепті барынша бірінші тағайындамау керек. Үшінші ерекшелігінде, мысалы стенокардия кезінде тағайындаймыз. Стенокардия кезінде науқаста пульсі жоғарылап кетсе, мысалы тахикардия белгілері 100, пульсі 100-ден жоғарыласа, давлениесі өте
қатты жоғарылаған кезде барып тағайындаймыз. Және де біздің жалпы пульстың деңгейі өзіміз мақсат тұтқан 55-60-тан соққыдан төмен түсіп кетпеу керек. Яғни сол деңгейге жеткен кезде барып бұл препаратты тоқтату керек, немесе мүлдем егер сізде осындай пульс болатын болса, онда ішпеген дұрыс. Келесі көрсеткіш, мысалы қолдану көрсеткіштерінде жүрек жеткіліксіздігінде қолданылады деп айттым. Жүрек жеткіліксіздігі кезінде бізде фракция выброса деген бар, шығару фракциясы қандағы, сол тоқтайтын болады. Және де организмде оттекпен қамтамасыз етілуі төмендейтін болады. Сондай-ақ басқа да жүректің жалпы қанның толымдылығы барлығы төмен түседі де, жүрекке қанның келуі, қанның шығуы қиындай бастайды. Соның нәтижесінде жүрек жеткіліксіздігі дамиды. Ал осы бисопрололдың тағайындалуы бұл кезде максималды дозада болу керек. Мысалы, максималды доза 10 мг тәулігіне деп тағайындап, осы жүрек жеткіліксіздігін емдеуімізге, алдын алуымызға болады. Яғни жағдайымыздың жақсаруына және де белгілі бір жағдай артық осложнение, яғни асқынулардың алдын алу мақсатында осы бисопрололды тағайындайды. Және де келесі ерекшелігі бұл тоқтату синдромы дамитын препарат. Бұл мысалы, егер де сіз бұл препарат бас салу басында және де соңында дәрігеріңізбен ақылдаспай өзіңізден өзіңіз тоқтата салатын болсаңыз, немесе өзіңізден өзіңіз белгілі бір дозаны елемей іше салсаңыз, сізде белгілі бір клиникалық көріністер байқалады. Мысалы, тоқтататын болсаңыз, сізде бас айналу, жүректің қатты соғуы, немесе тіпті естен танып қалу деген секілді симптомдар көрініс беруі мүмкін. Бұл мысалы дәріге деген тәуелділіктің бір белгісі деп айтсам болады. Ары қарай бұл препараттың жалпы қарсы көрсеткіштерін айтайын. Бірінші, ол пульстың төмен болуы. Егер сізде пульсыңыз о баста төмен болатын болса, мысалы 60-тан төмен, немесе 60 пен 80-нің аралығында, тіпті қалыпты деңгейде болғанның өзінде бұл препаратты ішпеу керек. Өйткені ол пульстың деңгейін одан әрі төмен түсіріп тастайды, мен айтқандай бағанағы. Келесі екінші ерекшелігі бұл ЭКГ-де электрөткізгіштігінің бұзылыстары байқалса. Ол дей отырғанымыз белгілі бір снимокта, яғни түсірілген, сол жерде атриовентрикулярлы блокаданың көрсеткіштері болса, екінші дәрежеден жоғары көрсеткіштер байқалатын болса, онда бұл препарат тағайындалуға көрсеткіш емес. Және үшіншісі, ол атеросклероз кезінде, және де төртіншісі бұл бронх астмасы кезінде. Бұл жерге нақтылық тоқталатын болсақ, жалпы бұл препарат жүйелік әсер етеді. Ол басқа да жүрек қан тамыр жүйесіндегі рецепторлардан бөлек организмдегі басқа да органдардың рецепторларына әсер етеді. Ол екінші органға бізде өкпе жатады. Бронхтардағы рецепторлардың қызметін төмендету барысында бронхтың өткізгіштігі төмендейді де обструкция синдромы байқалатын болады. Ол қалай көрініс береді? Ентігу, тұншығу сияқты обструкциялық симптомдар байқалады. Және де егер сізде астманың белгілері, обструкция белгілері, бронхоспазм белгілері байқалатын болса, онда бұл препарат тағайындалмайды. Әсіресе максималды дозада абайлап мүлдем тағайындалмайды. Ал егер де белгілі бір дозаны сақтай отырып төменгі дозада тағайындайтын болсақ, әрдайым науқас бақылауда болу қажет. Бірақ бір ескеретін жағдай хоббл деген бар. Ол өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы деген. Ол көбінесе темекі шегетін адамдарда кездеседі. Және егер де сіз бұл аурумен ауырып осы бисопрололды ішетін болсаңыз, онда бұл препаратты қарсы көрсеткіш деп санай алмаймыз. Өйткені дәрігердің бақылауымен белгілі бір жағдайға қарай отырып, егер көрсеткіш бойынша жүрек қан тамыр жүйесінде өзгерістер болатын болса, тағайындалуға болады. Бұл препараттың жанама әсерлері өте көп. Оның ішінде жалпы астеновегетативті синдромдар, диспепсиялық синдромдар кездесіп жатады. Яғни бас ауыру, бас айналу, дәріні ішкеннен кейінгі, одан кейін ұйқысыздық
байқалуы мүмкін, немесе айқын түстер көрінуі мүмкін, депрессия белгілері болуы мүмкін секілді. Осындай нервтік вегетативтік жүйеде белгілі бір синдромдар, симптомдар байқалуы мүмкін. Бұл импотенцияға әсер ете ме, жоқ па деген зерттеулер бойынша импотенцияға осы нипертен препаратын тағайындаған біршама ер адамдардың қатарын жинастырған. Және де екінші топта ол препаратты тағайындамаған адамдар, яғни ішпеген ол дәріні. Сөйтіп зерттеулер жүргізу барысында осы нипертен препаратын ішкен адамдарда импотенцияның төмендегенін байқаған болатын. Бірақ бұл жай ғана статистика бойынша есептелген болатын, бірақ та кездесіп қалуы мүмкін, бірақ ол өте сирек жағдайда кездеседі. Сол үшін бұл импотенцияның төмендеуіне әсер ететін деп айтатындай абсолюттық қарсы көрсеткішке жатпайды. Одан кейінгі ол ұйқыға, мысалы кешкісін ішпеу керек пе деген сұраққа жауап берер болсам, негізінен бета-адреноблокаторлар, яғни бисопролол препараты көбінесе таңертең күндіз ішілген дұрыс, себебі бұл симпатикалық жүйені ынталандырады. Жалпы соған байланысты, егер сіз түнде ішетін болсаңыз, симпатикалық жүйке жүйеміз іске асады да, ұйқысыздық байқалуы мүмкін, жаңағыдай тревожность, алаңдаушылық секілді симптомдар. Кешкісін біз керісінше жаңағыдай босаңсып, ұйқыға дайындалатын сәтте керісінше жаңағыдай ұйқымыз ашылып, басқаша керісінше симптомдар байқалады. Сол себептеден барынша бисопрололды күндіз ішкен дұрыс. Бірақ егер сізде жүрек жеткіліксіздігі, немесе фибрилляция белгілері, қарыншалық фибрилляция, немесе жүрекшелік фибрилляция белгілері, көріністері байқалатын болса, онда бұл препарат күніне 2 рет, яғни таңертең кешке тағайындалатын жағдайларда кездеседі. Немесе старттық доза ретінде, мысалы препараттың басын қолданар басында, яғни басқа ішу кезеңде көбінесе кейде дәрігерлер кешкісін тағайындауды ұсынады. Сол себепті бұны сіз өз дәрігеріңізден сұрауыңыз қажет. Мен бұл дәріні ішуім керек пе, или таңертең ішкен дұрыс па, немесе кешкісін ішкен дұрыс па деген секілді. Бірақ та ең көп қолданылатын жағдай бұл таңертеңгі уақытта. Синдром отмены, яғни бас тарту синдромы кезеңінде препараттың дозасын біртіндеп азайту арқылы тоқтатқан дұрыс. Егер бұл препаратты бірден тоқтататын болсақ, онда организмде жаңағыдай қосымша белгілер байқалуы мүмкін, сіздің өзіңізге тән емес. Сол себепті барынша тоқтататын кезеңде дәрігермен ақылдаса отырып, күнде қанша дозада, қанша миллиграммда, қанша рет, азанда ма, кешке ма, немесе күніне 2 рет па, немесе күніне 1 рет па деген секілді сұрақтардың барлығына жауап ала отырып, ақылдаса отырып, солай тоқтатқаныңыз дұрыс. Және соңғы айтатыным бұл жаңағыдай алаңдаушылық кезеңде, паникалық шабуыл кезеңде, егер сізде мысалы синустық тахикардия белгілері байқалса, кейбіреулер осы бета-адреноблокатор, бисопрололды ішіп жатады, пропранолол деген түрін ішіп жатады көбінесе. Бірақ сіздің жалпы деңгейде стресс бұл негізінен организмдегі бүкіл органның қызметінің жалпы бұзылысының көрінісі деп айтсам болады. Тек қана жүрек қан тамыр жүйесінде ғана өзгеріс байқалмайды. Ол сіздің эндокриндік жүйеде, мүмкін нервтік жүйеде, басқа да организмдегі жүйелерде стресстік ситуация нәтижесінде кортизол гормоны бөлініп, стресстік ситуацияны туындатуы мүмкін. Және соған сәйкес жүректің пульстің деңгейі де жоғарылап, тахикардия белгілері байқалады. Соған алдын алу үшін бисопрололды ішу қате деп айтар едім. Сіз ол жүректің соғуын тоқтатқаныңызбен, жаңағыдай басқа да стресстік ситуацияны сіз тоқтатпадыңыз, немесе нервтік жүйедегі белгілі бір процесті тоқтатпадыңыз, және бұл алдағы уақытта қайталана беретін болады. Сол үшін сіз өзіңізді жаңағыдай сабырға шақырып,
бұл кезеңде жаңағыдай немесе өзіңіздің психолог дәрігеріңізбен ақылдасып солай жаңағыдай синустық тахикардия белгілерін басуға болады. Және бүгінгі видеом сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бисопролол препараты бойынша біршама ақпарат бердім деген сенімдемін. Егер видеом ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңызды қойыңыздар және арнама тіркеліп қойыңыздар. Және келесі видеоларда қандай тақырыптарды қозғағаным ұнайды сіздерге және де қандай сұрақтарға жауап алғыларыңыз келеді, сол жайында комментарийға ретінде қойсаңыздар болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және сіздермен бірге болған Дана Асқарқызы, Дана мен денсаулыққа каналы. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.